Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке бүгін өте қарапайым және бір ғана заттан жасалатын морковча салатын рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен сәбізімізді теркадан ұзынша қылып өткізіп аламыз. Кейін 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық шекер қосып, жақсылап араластырамыз. Сәбізді мұжбаймыз, жай ғана тұз бен шекер араласса болды. Кейін 1 тіс сарымсақ қосамыз. Осылай сарымсақ өткізгіштен өткізсеңіздер болады, немесе майдалап тұрсаңыздар болады. Осы сәтте сұйық майымызды газға қыздырып қоямыз. Кейін татымына қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш қоссаңыздар болады. Ол жағы өз қалауларыңыз бойынша. Кейін қызып тұрған майымызды сарымсақтың үстіне құйып, жақсылап пышырлатып аламыз. Осы сәтте 5 тамшы 70% уксусымызды қосамыз. Кейін шанышқымен араластырамыз. Сәбізді қолмен мұжу маңызды емес, шанышқымен араластырсаңыздар да болады. Бір ғана сәбізден жасалатын морковча салатымыз дайын болды. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.